Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен қымыздың емді қасиеті туралы айтатын боламыз. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп кетіңіздер. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Қымыз ауырғанға ем, сауға қуат береді. Қымыздың емді қасиеттері. Бірінші, ашығудан кейін қымыз ішу буын ауруларына өте пайдалы. Оны желдеткіш және байланыстырып біріктіретін зат ретінде қолдануға болады. Адам денесінің күш қуатын арттырады. Бүйрек пен бауырды қанықтандырады, қан тамырларын тазалайды. Буын аурулары мен сүйектің қақсауын, атрофикалық артрит, ревматикалық артрит, еркектік күшті, жүйкенің жұқаруын, бас айналуын, созылмалы сары ауру, яғни гепатит, ұйқысыздық, ішектегі жаралар, гастрит сияқты аурулардың алдын алады немесе жеңілдетеді. Қымыз іштегі ыстықты азайтады және де адамның физикалық жағдайын жақсартады, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады. Қымыздың құрамында жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды. Құрт ауруларының алдын алады. Ауырған адамның қайта қалпына келуіне жақсы ықпал етеді. Салданудың алдын алады. Жаңа босанған келіншектің сүтін молайтып нәрлі етеді. Ашыған қымыз шөлді басып, қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартады, іш қатудың алдын алады. Сондай-ақ қазіргі медицина қымызды антибиотиктермен және де басқа да дәрі-дәрмектермен байланыстырып отырып, өкпе туберкулезінен, бүйрек, сүйек ауруларына және де ішек-қарын, жүрек қан тамырлары ауруларын емдегенде, сондай-ақ дәрумендер жетіспегенде қолданып жүр. Денсаулығыңыз мықты болсын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп кеттіңіздер. Назарларыңызға рахмет.